Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздерге жасау жол оңай әрі дәмді болып шығатын панкейктердің рецебімен бөлісетін боламын. Құрамы да аса қиын емес, үйдегі бар заттармен жасап алуларыңызға болады. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетсеңіздер. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға 3 ас қасық қант салып, венчикпен жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін 1 стакан жылы сүтімізді қосып, оны да біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Келесі кезекте 400 грамм ұнымызды ситаға салып, одан кейін 1 шай қасық разрыхитель қосамыз. Мен бұл жерде разрыхитель көз мөлшерімен қостым. Одан кейін ситадағы ұнымызды аз-аздан сала отырып, арасына іртік қалмайтындай етіп, жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте 3 ас қасық сұйық майымызды қосып, оны да біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Міне қыздар, біздің тестамыз дайын болды. Келесі кезекте табамызды отқа қойып, қыздырып аламыз. Табамыз қызғаннан кейін осылай қасықпен құя отырып, 2 шеті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Пісіру барысында осылай бетінен көпіршіктер шыққанша күтіп аударсаңыздар, панкейкіміз шикі болмай, әп-әдемі болып пісіп шығатын болады. Міне осымен панкейктеріміз дайын. Осылай шоколад құйып жесеңіздер, өте дәмді.